Аллаға мадақ болсын, пайғамбарымызға салават болсын. Құрметті ағайындар, құрметті жамағат, баршамыздың жаратушы Алланың ұлы болған Рамазан айының ішіндегі ұстаған оразаларымызды қабыл етсін, күнәларымызды Алла тағала кешірсін. Бұл Рамазан айы бізді жан-жақты тәрбиелеп жатыр. Сабырлылыққа, төзімділікке, қайырымдылыққа, кішіпейілділікке, рухани тәрбиеге бастап, бізді жаратушы Алланың ризашылығына, жаратушы Алланың сүйікті құлы болуға тәрбиелейтін ұлы ай. Бұл айды жаратушы Алланың ризашылығы үшін ұстау әрбір момынның мойнындағы парыз. Бұл Рамазан айда біз жаратушы Алладан бұл дүниелік және ақыреттік дұға тілектерімізді жасап қалуымыз керек. Өйткені бұл айда барлық дұғалардың қабыл болатын Құран айы, бұл ай кешірім айы, бұл ай жаратушы Алланың ұлы айы болғандықтан барлық дұғаларды қабыл етеді. Құрметті ағайындар, әлбетте бұл біздің ата-бабаларымыз бұл оразаны ұстап, сіз бен бізге осы ораза ұстауға шақырып өткен. Шәкәрім Құдайбердіұлы бабамыз өзінің имандылық шарттары кітабында бізге былай жеткізіп жатыр. Ол кісі бабаларымыз: ей достар, оразаға қалайша салақпыз дейді. Оны да парыз демейміз. Қарнымыз ашады десек, дүние ісі үшін қанша күн бойы аштыққа да, қиыншылыққа да шыдайтұғынымыз қайда? Және де оразаны тұтқанда аузымызға келгенін сөйлеп, не келсе соны сөйлеп, күнә сөздерден, күнә істерден тыйылмай ораза ұстайтұғымыз қалай болды? Алла тағаланың 11 айы біздің күнә істеуімізге жетпейді ме? Осы бір ғана айды Алланың ризашылығы үшін шамамыз келгенше құрметтеп ораза ұстай алмаймыз ба деп, біздің Шәкәрім Құдайбердіұлы бабамыз осы Рамазанға салақ болмауға, Рамазанды шын ықыласпен, ниетпен тұтуға шақырған. Осы оразаның бізге 3 дәрежесі бар. Бірінші дәрежесі қарапайым мұсылманның ұстайтын оразасы. Қарапайым мұсылманның ұстайтын оразасы ол тек ішуден және тамақ жеуден өзін тыяды. Бұл қарапайым мұсылманның оразасының дәрежесі. Екінші, салихалы тақуалардың оразасы, олар дене мүшелерімен ораза ұстайды. Олар барлық дене мүшелерін, көзін, тілін, құлағын, барлық дене мүшелеріне ораза ұстатып, салиқалы мұсылманның оразасы дәрежесіне жеткізеді. Ал үшінші, ең жоғарғы дәрежедегі ораза, ол жүрекпен ораза ұстау. Жүрегіміздегі барлық қызғаныш, кек сақтау, көре алмаушылық секілді және дүниеге қызығу, бүкіл осы дүниенің қызылды жасылы әшекейлеріне беріліп, өзіміздің Алланың алдындағы берілген бізге нығметтеріне шүкір етпей, әртүрлі дүние қызықтарына батып, оразамызды бұзып алуымыз мүмкін екен. Сосын жүрекпен ораза ұстау, бұл барлық нәрсені тастап, бұл дүниенің дүрбелең қызығынан тастап, қызылды жасылды әртүрлі қызықтарын тастап, ораза ұстауды жүрекпен ораза ұстау деп 3 дәрежеге имам Ғазали бөлген екен. Осындай оразаны ұстау барлық момын мұсылманға Алла тағалам нәсіп етсін. Бұл ораза көзі ашып жұмғанша 10 күні өтіп кетті. Бұл оразаны құрметпен сыйлап ұстап жатқан момын мұсылмандар да бар. Бұл оразаны әлбетте құрметтемей, бұл оразада шамасы келе, денсаулығы бола тұра ұстамай жатқан момын мұсылмандар да бар. Сол себептен біз бұл оразаны пайдаланып қалу әрбір момын мұсылманның міндеті. Өйткені пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам осы Рамазан айындағы берілген жақсылықты кім алып қалса, сол жақсылыққа жетеді.
кім Рамазан оразасын ұстап, бүкіл Алланың тыйымдарынан тыйылып, қайтарған амалдардан қайтып, Алла тағала бұйырғанындай тұтқан оразаға жетсе, ол сол жақсылыққа жетті. Ал егер бұл дүниеде осы оразаға жетіп, ол оразаның жақсылығын елемей, жақсылығын қаламай өткізсе, осы уақытты 29 күні уақыт, соның 10 күні өтіп кетті. Қазір осыны біз немқұрайлы өткізетін болсақ, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оның жақсылықтан құр қалғанын жеткізіп жатыр. Шортанбайұлы Қанайұлы Шортанбай бабамыз былай айтады: бақ қайдан келесін деп жатыр. Барлығымыздың бақытты болғымыз келеді, бірақ бақ қайдан келесін? Бақ айтып жатыр. Әлбетте ораза намаз оқымас, көңіліне аят тоқымас Алланың, бейнамаздан келемін. Алланың атын тоқымас, бейнамаздан келемін. Бақ қайда барасың? Ораза намаз, тарауих намазын оқыған, Алланың аятын жүрегіне тоқыған, ниетті елге барамын. Сәресі сахар ішетін, хақ жолына түсетін, ниетті елге барамын деп Шортанбай Қанайұлы бабамыз біздің осы жаңағы ниетіміздің дұрыс болуына, Рамазан айы келгенде ниет ықыласымызбен кірісіп, ораза ұстауымызға шақырып жатыр. Сол себептен Алла қаласа еліміздің ниеті барлығы дұрыс. Қаншама ораза ұстаушы момын мұсылмандарды, жамағаттарымызды көріп жатырмыз. Барлық осы жер бетіндегі ораза ұстаушы әрбір момынның оразасын Алла тағалам қабыл етсін. Осымен қатар осы оразаны пайдаланып, Алла тағаланың құлшылық ибадатына кірісуіміз керек. Өйткені Абай Құнанбайұлы бабамыз былай дейді: ораза намаз талассыз, ораза намаз зекет хаж талассыз іс, жақсы болсаң жақсы тұт, барлығын тегістеп, бізге құлшылық ибадатта орындаған уақытта түгелімен орындауға шақырды, құрметті жамағат. Сол үшін осы оразаны пайдаланып, барлығымыз намазымызды оқып, оразамызды ұстап, Рамазан айында зекеттерімізді беріп, Алла тағаланың ризашылығына бөленіп қалуды баршамызға нәсіп етсін. Жаратушы Алла мінекей 10 күні өтті, ары қарай 19 күн уақыт қалды Рамазан айының бітуіне. Осы күндерді Алланы зікір етумен, Құран оқумен, жақсы сөздерді, жақсы ниеттерді, жақсы ықыластарымызды білдіріп, Алла тағаланың шынайы құл болуға, ризашылығын табуға әрекет етіп, оразамызды аяқтап алуға барша момын мұсылманға нәсіп етсін. Ассаламу алейкум.